Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бұл арна денсаулыққа қатысты пайдалы ақпараттарды назарларыңызға ұсынып отырады. Бір ескерте кететін жайт, егер сіздердің денсаулықтарыңызда қандай да бір мәселе болса, оны тез арада дәрігермен кеңесіп емдегендеріңіз жөн. Әрқашанда ауырмай тұрып, ауырмаудың жолын іздеу барша адамзаттың бірінші қағидасы болуы шарт. Бауыр ағзаның басты сүзгісі, яғни фильтр. Ол шлактанған кезде ыдырау өнімдерінің, буындардың, терінің, тамырдың және тағда басқа дененің сау мүшелерінің тіндерінде жинақтала бастайды да ауру туғызады. Сол себепті көбіне бауырды емдеп бастаған кезде буындар ауруын қояды. Бауыр зор қосалқы мүмкіндіктері бар орган болғандықтан, бауырдың кез келген зақымдануы әдетте шлактанудан бастап елеулі ауруларға дейін симптомдарсыз ағымда болады. Бауырдың шлактанғанын көрсететін алғашқы белгілер есте сақтайық. Жиі бас ауруы, түндегі ұйқысыздық, күндізгі ұйқышылдық, майлы, ащы немесе қалбырланған ас ішкеннен кейін оң жақ қабырғаның астында тартатын әлсіз ауырсыну және тәбеттің болмауы. Осы белгілер бауырдың шлактанғанын көрсетеді. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмек өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуына алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарына қарай айдап ығыстыруы мүмкін. Осы кезде приступ беріп бастайды. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Мына жағдайларда бауырды тазалаудың қажеті жоқ. Бұл қандай жағдай? Бірінші, асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит кезінде. Созылмалы процестердің асқынуы кезінде. Өт қабында тастың болуы, яғни өттің қабында тасты болуын біз УЗИ-ге түсу арқылы ғана біле аламыз. Басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы, ісік, өт жолдарына ота жасалу, жүктілік және емізу кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ, есіңізде болсын. Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде өздігінен тазаланып отырады. Статистика білсеңіз, бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан айдап өтіледі. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Ол өзінің ауырғандығын сізге білдіртпеуі де мүмкін. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Бірінші белгісі оң жақ қабырға астының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Мән беріңіздер. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді. Дененің жоғарғы бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, үнемі шаршап жүру, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс.